Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфир тізгінде мен Аида Абдрахманова. Бүгінгі кезекті подкастымызды қоршаған ортаның ластануы тақырыбына арнамақпыз. Жалпы қоршаған орта, қоғам деген ол біз, яғни біздің жүріп тұратын ортамыз, жұтатын ауамыз. Бірақ осыны біле тұра, қоғам мен табиғатымызды қоқысқа толтырып ластап, өмір сүру деңгейімізді өзіміз-ақ төмендетіп жатқанымыз өтірік емес. Мінекей осындай актуалды болып саналатын тақырыпты бүгін біз сіздермен бірге журналистік көзқарасымызды қосып қарастырамыз. Енді қыздар, сендерге қарай ойсам, бұл өзекті мәселе жөнінде не айта аласыңдар? Жалпы қоғамның ластануына нені жатқыза беретіндер? Қайырлы күн, сәлем қыздар. Бүгін біз өте өзекті тақырып таңдаған екенбіз. Жалпы қоғамның ластануы дегенде көз алдымызға кішкентай ғана көшеден көшеге кездескен қоқыстарды көзімізге елестетеміз. Шын мәнінде осы кішкентай ғана қоқыс ертең болашағымыздың шешуші факторы үлкен қақтығысқа алып келуі мүмкін. Қалай десеңіз, кішкентай ғана қоқыс далада тұрып, ол ауаға метан газдарын көп шығарады. Әрине метан газдардың әсерінен климаттың өзгеруіне әсер етеді. Климаттың өзгергенде әрине ішіп отырған суымыздың дәмі өзгере бастайды. Жерден өсіп жатырған өсімдік, жеміс-жидектеріміздің дәмі сапасыз бола бастайды. Кейде тәтті болмауы да мүмкін. Жалпы өздеріңіз біліп отырсыздар ғой, соңғы кездері қаламызда аутизммен, диспмен, сондай бір ерекше аурумен туылатын балалар туылуда. Оның барлығының әсері атырауымыздың ауа сапасының нашарлауы. Ауа сапасына тікелей байланысты. Ауаның ластануы әрине қоқысқа да байланысты. Біз мысалы чипсы жейміз, сухари жейміз, оны біз жерге тастай саламыз. Соқ ішеміз, оны жерге тастай саламыз. Мысалы Агуда универде аудиториядан аудиторияға ауысқанда мен кабинеттің ішінен өте көп қоқыстарды байқаймын. Бұл жастардың өте мәдениетсіз, адамгершілік жағынан және салғырт қарауы. Жерге жаның ашмайтыны мен үшін жанымды ауыртады менің. Бұл да экологияның бір бөлігі болып саналады жалпы. Және экологияның нашарлауы Атырау қаламызда соңғы уақытта білесіздер, зауыттар өте көп салынып жатыр. Осы да бірде-бір себептері. Рахмет қыздар. Енді мен Қарақаттың ойымен қосыламын. Қарақатқа мынандай тағы да пікір қосқым келіп отыр. Қарақат, саған рахмет осындай пайдалы ақпарат үшін. Енді менің айтатыным сендерге экологиямен қоса табиғатты ластай отырып біз күнделікті өмірде мысалы темекі тұтынамыз ғой. Адамдар темекі тұтынған кезде, көбінесе ер адамдар тұтынады темекіні. Соны тұтынған кезде бізге өзімізге зиян нәрселер көп бөлінеді. Яғни өзіміздің ағзамызға әсер ететін көптеген нәрселер пайда болады. Қарапайым кішкентай темекінің өзінің құрамында біз білмейтін нәрселер өте көп кездеседі. Мысалы никотин сияқты өте зиянды қалдықтар көп болады. Оны біз жұтсақ, яғни бізге сезілетін болса, шекпесек те оны аласын біз жұтып отырмыз, яғни бізге кәдімгідей қатты сезіледі. Ал ол бізге өкпемізге, жүрегімізге және де тамырымызға әсер ететін болса, біз өзімізге зиянды ауруларды тез қабылдап, қалай айтса болады, өзіміздің ағзамызды әлсір етеміз. Өзіміздің денсаулығымызды өзіміз қолдан жасап құртып алуымыз да мүмкін. Жалпы Ружан, жалпы темекі туралы жақсы айтқан екенсіз. Жалпы темекіні тартып жатқан жастардың жас шамасы өздеріңіз көріп отқандай 14 пен 17 жас аралығында, олардың барлығы мектеп оқушылары. Мысалы, мен саған айтып кетсем, мектеп оқушыларынан бөлек біздің өзіміздің күнделікті универ, яғни сабаққа келе жатамыз ғой даладан. Сол кезде көбі мақтанышпен темекіні тартып бізге андай көрсеткісі келе ма, или өздерін абырой санай ма, білмеймін енді қандай мақсатпен екенін, бірақ біздің қарама-қарсы кетіп бара жатқан адам оны бір теріс көзқараспен қабылдап қалуы мүмкін.
болмаса ұмытпауы мүмкін. Аружан дұрыс айтасың, негізі көбісі ойлайды, темекі тартып жатыр, мен өте сырт көзге өте күшті болып тұрмын, сымбатты болып тұрмын, мен темекі тартып тұрмын, маған қараңдар дейді да. Негізі маған бар ғой, сырт көзге өте жиіркенішті көрінеді, себебі олар темекі тарта отырып өте көп түкіреді, байқаған боласыздар. Темекі тартатын адамдардың сілекейлерінде өте көп түкіріп білінеді. Мен қайбір жолға баратын болсам, аяғымның астында түкіріп. Қазір мен жолға кетіп бара жатқанда аяғыма қарап жүремін қазір. Басым неге жоғары көтеріп жүру керек ма? Қандай адамда кетіп барды көше жоқ, аяғыма қараймын. Қақырықтаны айтып өтейін. Сен өзің қабылдап қалуы мүмкін, соны білмейсің. Мен мысалы аялдамада маршрутта күтіп тұрсам, сағынша орындық бар ғой отыратын. Отырайын десем, темекінің қалдықтары ғой. Мысалы мен саған тағы да айтып кетейін. Мысалы мен темекі шегетін адамдарды байқап қалатын болсам, менің мұрныма кәдімгідей қатты әсер етеді. Демалуымда менің де маған да қатты әсер етеді. Демала алмай қаламын, тұншығып. Себебі деген темекі тартып білмейміз ғой. Сондықтан ол бізге өте шекпесек те зияны өте көп болады бізге. Бір өзекті мәселенің басын түртіп кеттіңдер. Енді осы мәселені қалай алдын алуға болады, жастар? Осы тұрғыда айтып кетсеңдер. Қоқыстардың алдын алу туралы болатын болса, қоғамдық жерлерде көп қоқыстар көбеймес үшін біз мысалы пластикті ішсек, оны қайта өңдеуге жіберу. Мысалы пластик, шыны, арнайы аппараттарға салып, арнайы контейнерлерге салып, олардың екінші рет жарыққа шығуына көмектесу, үлесімізді қосу. Сонымен қатар қоқыс жәшігіне салу деп отырсың. Сонымен қатар көбіміз дейтін бір киімді киіп лақтыра салуымыз да мүмкін ғой. Ол да қоғамның ластануына әсер етеді. Әрине. Керісінше киім-кешекті жаңартуға, дизайнын өзгертіп, кішкене ерекше дизайнда киініп. Ерекшеліктеріне мән беруіміз керек. Жалпы қоғамның қоқыстар туралы видеоролик түсіруге болады. Жалпы қазір дамыған заманда Инстаграм, Фейсбук, ТикТоктар дамып жатыр ғой. Арнайы челлендждер өте жедел түрде тариды. Мысалы, көшеде біреу қоқыс тастап жатқанын кадрға түсіріп алып, арнайы эксперимент бұл жастар біздің жеріміз үшін жаны ашымайды екен, қоқысты жинап жүрейік деген секілді бір әсерлі бір тақырыпта видеоролик түсіріп, көріп отырған аудиторияның жүрегіне бір ұялату керек. Мен өзімнің жерімде не істеп жүрмін, неге менің жеріме жаным ашымайды деген сияқты. Әсерлі видео. Сен не айта аласың? Мен Қарақаттың ойымен толықтай келісемін. Бұл үндеуді қалай жастардың құлағына жеткізуге болады? Ең алдымен темекі шекпейтін ортаны қалыптастыру керек деп ойлаймын. Мысалы қалай? Мысалы, кез келген қоғамдық орында болсын, мектептерде болсын, өзіңнің жүріп отырған ортаңа қатты мән беру керек деп ойлаймын. Және де темекі жөнінде мысалы болады ғой, іс-шаралар ұйымдастырса, оны міндетті түрде қолдап алдын алу керек деп ойлаймын. Содан кейін салауатты өмір салты дейді. Салауатты өмір салтын ұстанып, дұрыс тамақтану арқылы, және де өзімізді спортқа бейімдеу арқылы, содан кейін арнайы темекінің тастау жөнінде арнайы бағдарламалар ұйымдастырмай ма жүргізушілер? Соны көріп, арнайы дәрігерлердің кеңесімен біз өзімізді дұрыс бағытқа жасай аламыз деген ойлаймын. Және де осы нәрселердің барлығын пайдалана отырып, біз өзімізге жақсы бір мүмкіндік береміз. Яғни денсаулығымызға бір пайдалы нәрселерді әкелеміз деп ойлаймын. Қоршаған ортаны қорғау үшін айтылған кеңестеріңе рахмет, қыздар. Осы орайда статистикаға бір шолу жасағым келеді. Статистика бойынша ең лас топ 3 елдің біріне Бангладеш кіреді екен. Біріккен ұлттар ұйымы мәліметтері бойынша бұл елдің ауа сапасы өте нашар болғандықтан әр сағат сайын 800-ге жуық адам қайтыс болады. Бұл енді сұмдық ақпарат. Екінші орынға кіретін бұл Пәкістан. Яғни бұл елдің ауа сапасының төмендігі 74%-ды құрайды. Топ 3-ке кіретін бұл Үндістан. Яғни бұл елдің өзен көлдері қоқысқа, тұрмыстық жабдықтарға толы. Бірақ оған қарамастан қала тұрғындары бұл суды қолдануға мәжбүр. Салдарынан мутант балалар дүниеге келуде. Енді өзіміздің елге келетін болсақ, 2024 жылдың мәліметі бойынша
Қазақстан экологиялық ластау бойынша әлемде 93-ші орында тұр. Яғни атап айтқанда Астана, Алматы, Қарағанды және Жезқазған қалаларының ауа сапасы күрт өзгерген. Сонымен қатар су мен топырақтың да жағдайы қанағаттанарлық емес. Бұл әрине халық санының ұзақтығына және де денсаулыққа кері әсерін тигізбей қоймайтыны айдан анық. Енді көріп отырсыздар, көрермен, әлемдік статистика көңіл көншітпейді, ал бұны өзгерту өзіміздің қолымызда. Яғни біз өзгерсек, әлем өзгереді. Сол себептен де айналамызды таза ұстауға тырысайық. Сіздермен бірге болған мен Аида Абдрахманова, Максим Аружан және де Жолдасова Қарақат. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Екінші подкаст бар ағай.